артта келе жатқан болса, быйыл кәдімгідей бәйгелі орындарға ат салышқанға алардың толық мүмкіншілігі бар. Ал эми спорт комитет ең активді ойыншылардың бірі Далшымыр Мухаммад Сыдықов. Гол ал мезгілде. Рикошеттен кейін топ дарбаза торынан орын. Айғышқан күреш топ үшін жүріп жата. Сол қанаттан барып соққызатты алыс бұрышқа гол. Өте керемет гол. Ержан Бақ. Теңіз Амандықұлы Марлинге жеткірді. Бұрыш бош жана гол. Қаршы епкенден алысқы тоғыздыққа топты азыр қадап кетті. Жүргізіп жатқан чыры. Бектур жақын бұрышқа гол. Бектур қаршылашан жолын тосып шыққан болчу. Азыр аралықты қысқартып шығып жана автогол. Бұл 100% автогол. Қол шықкен еш жүзінде серпілген топты Марлен Жолдубаев керемет алды деп айтсақ болады. Әлбетте капитан ушунда учурду колдоно. Дағы бір гол. Денисбек Амандыкулу. Остан соққылар өзінің пайдасын беріп отқан ал мезгілде есеп сандарын бір ас болса да қысқа көрсетті. Есеп 3-5. Біз шынтып бұға чейінки 5-5 менен жиынтықталған. Ошму, бош дарбазаға гол! Таң қалышты. Қанатты Марлен қарап жатады. Жана қанаттан асырылып шықты. Дағы бір автогол. Нұрмұхаммад Сыдықов. Азыр жекеме-жеке. Гол әлбетте. Денисбек Амандыкулу. Жоқ, Акимов азыр 5 гол өткөрө алса дагы. Дағы бір рикошет, жана дағы бір гол. Қанат Садықов өзінен теуіш керек ертерек, Канпесе жетішпей қалат. Мына соққы ұзап жатқан мезгілде сирена жаңырып, топ-тоғылық менен спорт комитет ұпайларды бөлішіп кетішті. Топ-тоғылық фаворит болчу деп беттешінің башында айттық, бирок иш жүзүндө